Сәлем балалар! Біз өз отбасымызбен сендерге тірі табиғатты таныстырамыз. Жүр балақай, екеуміз бірге далаға шығайық. Қараңдаршы, дала қандай кең. Міне бұл дала. Ендеше табиғаттың әр бөлігімен жеке-жеке танысайық. Балалар, бұл жер, біз оны басып жүреміз. Ал бұл аспан, ол біздің төбемізде тұрады. Ал бұл біздің сүйіп ойнайтын құм, ол жердің беткі қабатында жатады. Ал бұл өте алып тау, ол өте биік болады. Даланың қай бұрышынан да көрінеді. Бұл тас, таудың өте ұсақ бөлшектері, оның көлемі әртүрлі болады. Енді жерге шөп шықты, және әдемі гүлдер шықты. Ал бұл өсіп шыққан ағаш. Ал бұл ағып жатқан су өзен деп аталады. Бұл өзен. Балалар, қараңдаршы, бұл біздің үйіміз ғой. Бұл үйде адамдар тұрады. Яғни біздер де табиғаттың бір бөлшегіміз. Ал бұл көп ағаштар орман деп аталады. Орман жануарлардың үйі, құстардың мекендейтін жері. Балақай, сен сезіп тұрсың ба? Бұл жел. Жел салқын болады, ол ағаштарды тербейді. Міне қызық, аспаннан аққан суды біз жаңбыр деп айтамыз. Бұл жаңбыр. Ал жаңбырдан кейін бізде өте әдемі түрлі түсті кемпір-қосақ пайда болады. Балақай, міне біз жерде не бар екенін көрдік. Енді аспанға көтерілейік. Қараңдаршы балалар, бұл бұлт, ол жақыннан өте әдемі көрінеді екен. Және аспанда тұратын бұл күн, ол бізге жарық пен жылу сыйлайды. Ал түн болғанда аспанға ай шығады. Бұл ай. Айдың жанында өте әдемі жұлдыздар жүреді. Олар әртүрлі болып жарқырайды. Бұл жұлдыз. Мінекей балалар, біз табиғаттың әр бөлігімен танысып шықтық. Бұл біздің табиғат. Балалар, үйренген сөздерді қайталайық. Табиғат. Жер. Аспан. Құм. Тау. Тас. Өзен. Шөп. Гүл. Ағаш. Үй. Адам. Орман. Аң. Күн. Бұлт. Жаңбыр. Найзағай. Жел.